Бүгін біздің көңілді тақта интеллектуалды ойынына қош келдіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі көңілді тақта интеллектуалды ойынында нақыл сөздерді есімізге түсіреміз. Ал олай болса, әр ата-ана қазір бір қазақтың айыр қалпағынан алады, ішіндегі асықты алып, көңілді тақтадан айналдырып, өзінің суретіне байланысты нақыл сөзін айтады. Ал бастаймыз. Ішін аша қойыңыз. Сарасы. Қандай сурет? Достар. Кішкентай қыздың арасындағы қарым қатынас, достық. Жалпы дос туралы нақыл сөзді еске түсірсек, ақылсыз достан ақылды дұшпан артықтыр деген жарайсыз. Шамалға қошеметтер. Сізге мынандай дәмді сәлкетіңізді ала қойыңыз. Қалқаңызды жеп қоя қойыңыз. Екінші. Қызыл. Отбасы туралы нақыл сөз. Отбасы өмірді кемеліне келтіреді, бақыты келеді. Дұрыс, жарайсыз. Рахмет сізге. Келесі, мына дәмді сізге ала қойыңыз. Менің тілім көз жанның айнасы, тіл қоғамның айнасы. Әркімнің туған тілі, туған шешесіндей әрбір бала соған мың есе жетті. Рахмет сізге. Рахмет. Шапалаққа қояйық. Қоғамға қалыңыздай. Келесі. Алыңыз. Сары. Сары айналдыра қойыңыз. Отан туралы нақыл сөз айтуыңыз керек. туған жерде жер болмас, туған жерде ер болмас. Жарайсыз. Рахмет. Мына жерге қоя қойыңыз. Мына тәтті сізге. Жалғастырайық. Енді бізде қандай түс екен? Жасыл түс. Жасыл түсті қасықта айналдырамыз. Ұстаз деген балабақшада да, мектепте ұстаз туралы айтатын болсақ, ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы. Ұстазың жақсы болса, ұстамы жақсы болады. Жақсы, рахмет сізге. Қошеметтеп сізге ала қойыңыз. Жалғастырайық. Соңғы асығымыз қалды. Көк асық. Тақтадан айналдыра қояйық. Кімнің суреті? Баланың суреті, Балаңды аясаң, аяма дейді. Аяма. Яғни қазірден бастап кішкентай болашағына жол ашу үшін, болашақ алдында жарқын болу үшін, қандай да бір қиындыққа төзе білу үшін баланы қазірден бастап аямай, оқуға, білімге, еңбекке тәрбиелесек, ол өмірде де жақсы тұлға азамат. Әрине, баламызды осы кезден бастап аямай, тәрбиелеп, үлкенді сыйлауға, кішіні құрметтеуге, ізеттеуге үйрету біздің басты міндетіміз. Сізге келгендеріңізге көп рахмет.